Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге орынай бүгін жасайтынымыз маргарита пиццасы. Қамыры өте жұмсақ, менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Алдымен ұнымызды ситадан өткізіп аламыз. Ситадан өткен ұнға өте жақсы шығады. Жылы суымызға тұзымыз бен шекерімізді араластырып, ұнымыздың үстіне құямыз. Үстіне 1 шай қасық дрожжымызды қосып, және де 1 ас қасық зәйтүн майын қосамыз. Достар, осы жерде зәйтүн майын басқа майлармен ауыстыруға болмайды. Бар құпия осы зәйтүн майының қосуымен болады. Барлығын біріктіріп илейміз, әбден иін қандырамыз. Содан кейін 30-40 минутқа бетін жауып демалдырып қоямыз. Қырық минут өткеннен кейін екіге теңдей бөлеміз де үстіне зәйтүн майын құйып, барлық жеріне жеткенге дейін осылай жағып шығамыз. Және де тағы бетін жауып 10 минут демалдырамыз. Табамызды зәйтүн майымен майлап аламыз. Көріп тұрғаныңыздай бізде 2 қамыр шықты. Бірінен маргарита пиццасын, бірінен пепперони пиццасын пісіруге болады. Осылай өзіміздің қолымызбен ешқандай оқтаусыз жайып шығуға болады. Және де дайын болған соусымызды үстіне құйып, біркелкі болғанға дейін жан-жағына жеткізіп жағып шығамыз. Арнайы пиццаның соусына арналған видео рецепт бар, соны көрсеңіздер болады менің каналымда. Достар, осы аралықта пешімізді ең жоғары градусына қойып қыздырып қоямыз. Енді үкіштен өткізілген сиырымызды біркелкі жанына жеткенге дейін сеуіп шығамыз. Бізде пицца маргарита болғандықтан жіңішке туралған қызанағымызды қойып шығамыз. Алдын ала қыздырылған пеште 5-7 минут пісіретін боламыз, және де осындай арнайы пышағымен кесеміз. Өте жұмсақ, сыры созылмалы, қамыры өте жұқа болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған орынай. Видео рецепт ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазып, маған тіркеліп кетіңіздер. Рахмет!